Қазақстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Бикен Римованың биыл мінекей 100 жылдығы аясында көптеген жұмыстар жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театры Бикен Римованың шығармашылығы, Бикен Римованың жеке өмірі туралы біраз құжаттар жинап, көрмеге дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Қазір мінекей сіздер театр музейінің осы бір киелі бұрышы мұрағатында отырмыз. Мұндағы ашылып тұрған міне папканың өзі бүкіл Бикен Римованың өмірі. Мұның ішінде шығармашылық өмірі туралы керемет осы ойнаған спектакльдерден рөлдерінің керемет суреттері, афишалары, және де Бикен Римованың ойнаған осы қойылымдардан бағдарламалары, сонымен қатар газет мақалаларға дейін барлығы осы мінекей папкада түптеліп жиналып отыр. Енді өзі 1943 жылдан бастап театрда өмірінің соңына дейін еңбек етіп, керемет образдар галереясын жасаған адам. Ана образын, әйел образдарын керемет сомдаған актрисалардың бірі дер едік. Сол қазіргі енді мынау театр музейінде керемет осы құнды жәдігерлерінің бірі Бикен Римованың сахнада терісінген сахналық киімдері дер едім. Мына тұрған сахналық киімдер бұл бірінші Абай спектакліндегі Зейнеп рөлінде киген сахналық киімі. Одан кейінгі тұрған мінекей сахналық киім Қарагөз спектакліндегі Мөржан рөлінде киген сахналық киімі. Мұның барлығы осы көрмеге дайындық жұмыстары. Және де театр музейінің төрінде Бикен Римова туралы бір шама материалдар көріп, келген көрермен таныса алады. Ал папкасындағы жаңағы суреттерді қарасаңыздар, сонау 60-шы, 70-шы жылдағы спектакльдерден суреттер, 40-шы жылдай, мысалға ең алғашқы 43-ші жылы келгенде ойнаған спектакльдегі ойнаған рөлі, ол Еңлік Кебек спектакліндегі Еңлік образын сомдаған. Тек қана театр өнерінде емес, сонымен қатар кино саласында да қаншама образдар жасады. Және де осы театр сахнасында өзінің жазған екі қойылымы, ол Абай Әйгерім және Қос мұңлық спектаклі де қазіргі осы театр музейінің кәдімгідей қорында сақтаулы деп айтсақ болады. Мінекей Бикен Римованың алғашқы ойнаған рөлі, ол жаңа айтып кеттік, Еңлік деп, Еңлік Кебек спектакліндегі 1943 суретпен қарап отырсаңыз, міне 65-ші жылғы сурет, 20 жыл ішінде Еңлік образын сомдаған екен Бикен Римова. Және де керемет рөлдерінің бірі бұл Ана Жер ана спектакліндегі Жер ана рөлінде. Сонымен қатар мінекей Жапон авторының жазған Шығыстағы бір бейбақ спектакліндегі Бикен Римова Сидзу рөліндегі мінекей сурет. Және де жаңа көрсетілген сахналық киім Абай спектаклінде Зейнеп рөлінде дедім. Мінекей осы бүкіл сахналық киімі біздің театр музей қорында. Театр музейі мінекей келген көрермен келіп таныса алады. Осындай керемет құнды жәдігерлермен толықтырылып осындай қойылған. Мұндағы портреттер ірі тұлғалардың майлы бояулы портреттері, суреттері. Ал енді қарасаңыз, мұның бәрі қылқалам шеберлердің қолынан шыққан. Сондай бір портреттеріміздің бірі мінекей Қазақстанның халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Бикен Римованың портреті. Мұны салған суретші Ольга Кужаленко 1977 жылға. Бұл жерде киіміне қарағанда мінекей сол Абай спектакліндегі Зейнеп рөлінде. Екінші залының мінекей төрінде осы театрдың белсенді, атақты майталмандары, КСРО халық артистері, Қазақстанның халық артистері, еңбек сіңірген артистері десек болады. Осындай актрисаларға арналған екі тумбамыз бар. Осы тумбада міне ең керемет сурет, ортада Бикен Римова тұр, бүкіл театрдың сұлу актрисалары. Және Қазақстанның халық артисі Бикен Римованың 90 жылдығындағы шыққан буклет суреттер осы тумбада жалғасын тауып отыр.
осының барлығының түпнұсқалары нелері бар ғой, енді соның өзінде мынау өзі бір сол кезеңнің бір аурасын беретін сияқты. Сол үшін театр музейінің түнін өткізген. Мына сурет бар, іштен айттым ғой, Жамалға Мұхамедова керемет осы суретші. Бұл акаса ең алғашқы Баян сұлуды ойнаған актриса екен. Енді сахнаға шыққанда көзінің әдемілігі деп қаншама нелер жазып кеткенде ең әдемі актриса болады деп. Мінекей осы сурет. Бұның өзінің түпнұсқасы бар, бірақтан да осы мынаған жабысқан күйі маған ұнады да, сөйтіп осылардан осындай бір қабырға жасағым келіп, музейдің 50 жылдығында жасап, келген көрермен енді қазір өз ризашылығын білдіріп жатыр. Және де осы жер бір фотозона сияқты болып қалды. Келгеннің барлығы осында шығып, суретке түсіп жатады. Шолпан Жандарбекова қандай керемет сурет.